Сәлем қыздар, каналға қош келдіңіздер. Каналда арықтау жайлы ақпараттар мен ПП рецепттер бар. Егер де сізде артық салмақ болса, яғни артық салмақ мазаласа, онда каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Егер де қоңыраушаны басатын болсаңыздар, менің салатын видеоларым сіздерге үнемі көрінетін болады. Ендеше кеттік, видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналға тіркеліп, лүпіл бастық, қоңыраушаны бастық. Ендеше бүгін сіздерге өте қызықты тақырып айтқым келіп отыр. Яғни жақын арада болатын ауыз бекітетін айда, яғни қасиетті Рамазан айында қалай дұрыс тамақтануға болады, яғни қалай артық салмақты жинап алмауға болады. Дәл сол жайлы тақырыпта сіздерге айтып бергім келіп тұр. Жалпы негізі қасиетті айда ауыз бекітуді егер де арықтаймын деп бекітетін болсаңыздар, бұл дін жағынан да негізі дұрыс емес. Қандай ниетпен ұстайсыз, оның барлығы ол өзіңізге байланысты. Менің мақсатым сіздерге ауыз бекітіп жүріп те дұрыс тамақтануға болатынын жеткізу. Жалпы дұрыс тамақтану ол салауатты өмір салтын ұстану, ол ауыз бекітетінге де қарамайды және артық салмақтан арылуға да ештеңе қарамайды. Жалпы дұрыс тамақтану арқылы біз артық салмақтан арыла аламыз, денсаулығымызды жақсарта аламыз, яғни салауатты өмір салтын ұстана аламыз. Қараңыздар, біз ауыз бекітетін кезде, яғни біз бір ай бойы ауыз бекітеміз, бір ай бойы бізде яғни ашығу процесі жүреді. Дәл осы ашығу процесінде егер де артық салмақтан арылғыңыз келсе, яғни көп салмақ жинап алмай, өзіңізді жаңағыдай жеңіл сезінгіңіз келсе, онда дұрыс тамақтану әдісін пайдалансаңыз болады. Ауыз бекітетін кезде және ауыз ашатын кезде ең бастысы сіз құнарлы тамақтарды тұтынсаңыз, сізге ағзаңызға пайдалы болып келеді. Ең үлкен қателіктің бірі, яғни мен ауыз бекітіп жүрмін, мен керемет дәмді астардың барлығын жеуім керек деп ауыз ашатын кезде үнемі ауыр тағамдармен ауыз ашатын болсаңыз, яғни суды ішіп алып артынша тамақ жейтін болсаңыз, онда сіздің асқазаныңызға ауыр тиюі мүмкін. Сізге кеңесім, ауыз ашарда ең алдымен сумен ауыз ашып болғаннан кейін 15-20 минуттан кейін жеңіл салаттарды жеуге тырысыңыз. Яғни ешқандай құрамында майонез жоқ, жеңіл салаттарды жеуге тырысыңыз. Салаттар бізге бір жағынан тойымдылық сезімін береді және артық тамақтанып қоюдың алдын алады. Және ауыз ашарда салаттардан кейін ең бастысы ыстық тамақ ретінде сорпа ішуге кеңес беремін. Яғни сорпа ең бастысы картошкасы, яғни картопсыз болғаны дұрыс. Картоптың құрамында крахмал бар. Крахмал бізге ағзамызға түскен екен, ол қантқа айналады. Қант одан кейін ол егер тым көп болса, ол майға, яғни біздің проблемный зонамыз дейміз ғой, бізге май әртүрлі жерге жиналады. Бөксеге, аяққа, немесе ішке жиналады. Міне дәл осылай біз артық салмақты жинап аламыз. Ең бастысы салаттан кейін сорпа ішу және біраз 15-20 минуттан кейін кез келген жегіңіз келген көмір сулы тағамдарды жеуге болады. Бірақ көп жеуге тырыспаңыздар. Жалпы қасиетті айда ауыз бекіту арқылы біз ысырапшылдықтың алдын аламыз және де нәпсімізді тиямыз және де ең бастысы судың қадірін түсінетін боламыз. Яғни ауыз ашарға келгенде үнемі бір жұтым болса да су ішсем екен деп жаңағыдай су ішуге асығамыз. Жалпы кез келген адамда салмағына сәйкес бір күнде жеу керек болатын калориясы болады. Мысалы, егер де сізге бір күнде жеу керек болған нормаңыз 1200 калория болатын болса, онда дәл сол 1200 калорияны екіге бөліп жейсіз деген сөз. 600 калорияны ауыз ашарда, 600 калорияны ауыз бекітетін кезде жесеңіз, сізге пайдасын тигізеді. Бірақ қараңыз, егер де сіз сәресіне тұра алмай қалған жағдайда, үнемі тұра алмай қалатын болсаңыз, онда күні бойы сізде қарныңыз ашқан, яғни шаршау, әлсіздік сезімі болады. Сол үшін ауыз ашар кезінде де, ауыз бекітетін кезде де, яғни сәресінде де тамақтануға тырысыңыздар. Ең бастысы сәресінде сіз ауызға бай тағамдарды жесеңіз, яғни сізге ол күш қуат береді бір жағынан сізге үнемі күні бойына тойымдылық сезімін береді. Яғни ауызға бай тағамдарға олар көп жағдайда ет кіреді, жұмыртқа кіреді, айран, сүт, немесе
немесе ірімшік кіреді. Міне дәл осы тағамдарды тұтынуды әдетке айналдырыңыздар. Ең бастысы сәресінде көмірсулы тағамдарды аз болғаны дұрыс. Яғни көмірсулы тағамдарға, мысалы нан болсын, тәттілер болсын, дәл осылар көмірсулы тағамдарға кіреді. Және де біздің ағзамызға өте қажетті тағамдардың бірі ол салаттар, жеңіл түрде жасалған салаттар. Майонезсіз жасалған салаттарды да сәресіне жесеңіз, сізге бір жағынан пайдасын тигізеді, яғни іш қатудың алдын алатын болады. Жалпы ауыз бекітіп жүрсеңіз де ең бастысы су нормасына көңіл бөліңіз. Яғни салмағыңыз 65-66 келі болса, оны 30-ға көбейтсеңіз, сонда шамамен бір күнде ішу керек болған нормаңыз 2 литр болатын болса, онда сол 2 литрді сәресіне дейін ішуді әдетке айналдырыңыз. Сол бізге өте қажетті, сол үшін су нормасына көңіл бөліңіз. Жалпы қыздар, менің айтқым келгені, қасиетті айда да дұрыс тамақтануға болады. Ең бастысы өзіңіздің ниетіңізге байланысты. Яғни арықтаймын деген ниетпен жаңағыда айтып кеттім. Олай ауыз бекітудің қажеті жоқ. Егер де қыздар ақпараттар пайдалы болса, каналға тіркеліп, бүлдіршін басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айнагүл Жаманбай. Келесі видеода жолыққанша.